Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сәлем, привет, hello. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Ал сабаққа дайындығымыз ше? Тамаша. Жарайсыздар балалар, отыра қоямыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Назар аударайық. Кімге көріп тұрмыз? Қосылар көрдіңіз, иә? Ал біздер әрқайсымыз топқа бөліндік. Топтарыңыз аталай айтылар? Сіздер? Хоккейшілер. Жақсы балалар. Хоккейшілер, мәнерлер, сырғанаушылар, жанкүйерлер. Бұның барлығы не болып тірелген балалар? Спорт тірелген. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымызда балалар стадион деп аталады. Ал стадион үні тақырыбында біздер танымал спортшылармен танысамыз. Қысқы мезгілдегі ойналатын түрлі ойындарды дыбыстауын естиміз. Және спорт қызым болсын деген әдемі әнді балаларға тапсырма бердім. Қазір біздер үнтаспадан қыс мезгіліндегі спорт түрлерін, жалпы қыс мезгіліндегі дыбысталу сіздер жақсылап тыңдап, ол ненің дыбысы, ненің жүріс екенін ажыратамыз, иә? Кезек хоккейшілер тобында. Хоккейшілер тобы не істеді? Қарда кім жүріп барады? Адам. Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс па балалар? Хоккейшілер тобына шапалақ. Кезекті енді мәнерлеп сырғанаушылар тобына беремін. Тыңдаймыз мұқият. Келсеңіз ба балалар? Жанкүйерлер. Тамаша мәнерлеп сырғанаушыларға шапалақ. Ал кезде жанкүйерлер тобында ары қарай қозғалыңыз. Аяғына не киіп алған? Коньки. Ненің дыбысын естідік біздер? Конькишілерді мұз айдынында жүрген дұрыс. Жарайды балалар. Тамаша жанкүйерлер тобына шапалақ. Ары қарай қозғалып. Не дауысы? Дудканың дауысы. Ал оны дудканы соғатын кімдер? Кім ұрады? Жанкүйер, ал ел көрсетіңіздерші. Сіздің жанкүйер болып бармамыз, тобыңыз жеңіске жетіп жатыр. Қандай көңіл күйде боламыз? Көрсетейікші. Кәне бәріміз дудканы естейміз, үрлейміз, қолымызға не кетеді? Жоғары, тамаша, ары қарай қозғалып. Жарайды. Мәнерлеп сырғанаушылар дұрыстап алды ма балалар? Жақсы балалар. Бұл ойынға барлығымызға жақсы атсалыстық. Ендеше балалар, орнымыздан тұрайық. Біздің пікіріміз қалай айтылады еді? Стадион. Олай болса, біз спортты жақсы көреміз ба? Спортымыздың денсаулығымызға пайдасы бар ма? Олай болса, біздер қазір спорт біздің досымыз әнін орындаймыз. Ал және сендер айттан бұрын жаттығуымыз кеттік. Аспабымызға барлық қолымызға
Еліміздің танымал спортшылары туралы. Дұрыс айтасың. Еліміздің танымал спортшылары туралы білдік. Жанайым айтам ғой. Ойындар жайын білдік. Қысқы ойын түрлерін білдік. Стадион үні тақырыбы дайындалып, оқулықта берілген чемпиондар әнін жақсылап тұрып, жаттап келеміз. Бүгінгі сабағымыз балалар аяқталды.